Бағал жамауат, Аллах субханаху тааля адам улусын дүнияға жаратқан заманда, аңға кесіні шариатын берген заманда жорықла жаратқанды, бір затны халал, бір затны харам. Аллах субханаху тааля ортада кесібізні бірі-бірібіз біле жүрітірге жорықла салады. Ол жорықланы ұлысы да барды, кичесі де барды. Алай бір-бір жорықланы etmesең, толтырмасаң, аңа бұзықлық салсаң, Аллах субханаху тааляны кесіңе чамландыраса. Аллах субханаху тааляны налатына тиішілі болады адам. Сағыш етерге болуқ бұзмы біз бұсырмалла болып тұрғалайына Аллаху тааляны ачуында жүрейбіз деп. Аллаху тааляны чамландырып тұрабыз деп. Малғунла болып тұрабыз деп. Аллах бұланнан сақланайық. Малғун Аллаху тааляны налатына тиішілі болған. Аллаху тааляны рахматынан қысталған. Жаханимге көміліп шықса, тазаланса, арттан сора жәннетке кірліклі. Иманы бар есе, Аллах субханаху тааляны алында иман бұла кеткен есе. Аллах күнахладан бірі біздің үшібізде жайылады, барды. Адам аңа ұллы көлі болады, әс бұрмайды. Мені намазым барды, оразам барды, мен Аллах субханаху тааляға кесімі, борчымы толтырама деп сағыш етеді. Алай ол күнахны har күннен еткелейіне, батылғалайына, аңа әс бұрмағалайына, Аллах субханаху тааля бұла кесіні ортасында от қабындырып тұрады. Бізді бізде де Аллайла болырға боллық тұла. Біргенге жаныңа намазға сүйелген. Сені біле бірге межгітке жүрген. Кім біледі ол сені бұл сағатта жаныңда олтырып тұрады. Ола Аллаху тааляның алдында малғунду. Аллаху тааляның рахматынан қысталыпты. Кім біледі ол сенсе. Аллах субханаху тааля Сылы кітабында айтады: فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Аллах субханаху тааля айтады: сіз дейді Аллаху тааляға күнах етсегіз дейді, аннан артқа бұрылғанда, артқа тұрғанда дейді, жерні сүнді халеклік салғалла, жуқлықны үзгелі, алалла Аллахны налатына тиішілі болғалла, сан тілқау әм соқыр болғалла дейді. Аллах субханаху тааля қауымланы үсіннен айтады. Аллаху тааляға күнахлықта, харамлықта жүргелі дейді. Жерні сүнде халеклік салғалла, жуқлықны үзгелі, Аллаху тааля аланы саңырау еткент дейді. Аллаху тааля аланы соқыр еткент дейді. Налат бергенінен сора аланы саңырау да соқыр да еткент дейді. Аллах субханаху тааля жоқлықны үзгенні үсіннен айтады. Жоқлық үзген. Бір-біріне дұшмалық еткен. Қарындаш қарындашқа, бала атаға, ата балаға, егечке, атаны егечіне, атаны қарындашына, аладан туғаллаға дұшмалық еткен. Егечтен қарындаштан туғанға, ұлы атаға, ұлы анаға Аллах субханаху тааля тұтығыз деп бұйырғанны үзген. Жоқлықны үзген. Мен Аллах субханаху тааляға табынама, мен жұмышымы етеме, толтырама, кім біле қалай болсам да деп сағыш етерге боллықты. Алай Аллах субханаху тааля алай айтмайды. Жоқлықны тұтқанда сені борчуң дейді. Аллах субханаху тааля Аллаху тааляның бірлігіне табынырға, аңа ширк етмезге
Санағаннан sonra жуықлықны көп жерде санайды. Аны мағаналы жерге салады. Али бин Хусей айтады. Хусей радиаллаху анхуның жашы кесіні жашына айтады. Жашым, жуықлықны үзген біле айланма дейді. Мен Аллах субханаху тааляны сыйлы китабында 3 жерде алаға налат беріп тапханма дейді. Жуықлықны үзген адам ол малғунт дейді. Айланма, аны бұла дейді. Аны қатында сүйелме, жүріме, тағылма, анықы саңа жұғылмасын. Ол Аллах субханаху тааляның алдында налат бұла жүрген адам дейді. Аллах субханаху тааля бір-бір günahлаға дүнияда азап чектіреді. Бір-бірлеге ақыратта азап чектіреді. Алай Мухаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кесінің хадисінде айтады: "Ма мин замбин адждару ан юаджил Аллаху ли сахибики уқубатан фид дуния ма ма юдахиру лаху фил ахирати минал баги вал қатиати рахим." Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Аллах субханаху тааля günahқа дейді. Дүнияда да, ақыратта да. Ақыратта қазырлаған азабы бұла бірге дүнияда ашықтырған азабы дейді. Артықлық еткен біле, жуықлықны үзгеннен башқа günah жоқты дейді. Ол екі günahны Аллах субханаху тааля дүнияда да, ақыратта да азабын чектірікті дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ар-рахиму муаллақун бил арши тақул, ман васалани васалахуллах, ва ман қатаани қатаахуллах." Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Жуықлық дейді. Аллаху тааляны аршын бұла байланыпты дейді. Аллаху тааляны аршы бұла байланыпты дейді. Ким аны тұтса да, Аллаху тааля аны тұтар, ким аны үссе де, Аллаху тааля аны үзер дейді." Жуықлықны кем тұтса да, Аллах субханаху тааля аны тұтар. Аңа рахматлық, жеңілік, берекетлік, тыншылық, рахатлық бұл дүнияда ақыратқа дер берір. Кем үссе де, Аллаху тааля аны үзер дейді. Аңа ауырлық берір, аңа қиыллық берір. Берекетін дүниясынан кетерір дейді. Жұмышын қиын тақыр етер дейді. Аны бұлада қалмағалайына пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ла ядхулул джанната қатиур рахим." Жуықлықны үзген жәннетке кірмез дейді. Жуықлықны үзген жәннетке кірмез дейді. Үзген не затты? Үзген саңа қол ұзатылынған заманда ол ұзатылынған қолыны тұтмаған. Жашауда, жұмышта артықлық еткен. Ол артықлықны ең ұлы себеплерінен бірі не затты? Қызғаншылық. Қызғаншылық, дүнияны сүймеклік, дүнияға батылынған харакетіні ызынан қуған, мүлк үшін. Ақылларыбыз бұла, ортабызны үзебіз, мүлк үлешебіз. Ата-бабадан қалған мүлкіні үлеше алмағалайына жаш қарындашыла бір-бірге артықлық етелі. Қарындаш егечке артықлық етеді. Анаға, жуыққа, ақылға қайсы да болсын. Аллах субханаху тааляны рызқылық иесі берген ол түйілмеді. Ол Аллах субханаху тааля біреуге бергенге зарланып, аны аннан алырға ізлегені біле, не де хақын бермезге ізлегені біле, Аллах субханаху тааляны кесіне чамландырған. Чеги болмаған жәннетлені кесіне харам еткен. Не үшін? Мүлкні бір қиыры үшін, бір отау үшін, жер үшін, мүлк үшін кесіне жәннетini харам etken.
Bizni bu dünyada yaşaubuzda bitteu etken jumuşlarımız, namazımız, orazabız cennet üçün tüyülmüdü? Bizden cennet üçün dep küreşmeyibiz mi de? Sonra Allah subhanahu ta'ala'nı yolunda ibadatlarımızını da ete, yaşaubuzunu ahırında anga tiyişli bolayık dep küreşek etip, blayda bir mülknü bir kıyırı üçün biz kesi bizni ol cennetleden haram etken akılımız, akıl var mıdı? Yürekte iman var mıdı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "İnnel a'male bani Adem tu'radu alallahi tebareke ve teala aşiyete kullu hamisin leyletel cum'a. Fela yuqbalu amalu qati'ar rahim." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "Adam ulusunu etken işleri orta günlü ingirinde, cuma günlü keçesinde kökke kötürület deydi. İyikni içinde etken işleri orta gün ingirde Allah-u Teala'ga kötürület deydi. Jokluknu üzgenni işi kabul bolmaz deydi. Jokluknu üzgenni işleri kabul bolmaz deydi. Sen sağ ıyık küreşkense ibadatla etip, başın namazdadı, ağzın orazadadı, sıfatın busurmallıktadı. Allah subhanahu teala işini kabul etmeydi. Nek joklukka artıklık etkenin üçün, üzgenin üçün. Birle keslerine sıltav taballa, meni bile üzelle de men de andan üzemedeydi. Mana aman bolalla da men andan aman bolama. Ansı men de igi bolluğum, men de jürtürügüm, men de tutarıgım deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bulayda ol haparlanı barısında mağanasız bolganın köygüstü kesini sözünü aytadı. Leysel vasile bil mukafi velakinnel vasile allezi iza qata'at rahimahu vasalaha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: tuthanını tuthan, ol tüyült deydi tuthan. Üzgenni tuthan, ol deydi tuthan. Sen tutuysen seni tutalla. Seni tutuysa sen tutalsa, ol tuthanğa sanalmaydı. Sen jokluk tuthanğa sanalmaysa deydi. Sen ol berilgenni artha kaytarasa. Alay tuthan, ol üzgenni tuthan, ol deydi tuthan. Sana düşmanlık etelle, seni ispatsız etelle, seni hilikke etelle, seni adamga sanamaydıla, sen jarlıraksa, sen dina hulususa, ala başka dünyadalla, ala başkarakka sanaydıla keslerin, ala aklalla sen karasa, sen tutasa, sen uzatasa, sen igi bolasa, ol deydi tuthan. Blayda sıltav joktu. Dini de, kılığı da sıltav tüyüldü. Ol musurman bolsaydı, dinine katı bolsaydı, namazın etseydi, tutarıgım, jürütürügüm, sıltav tüyüldü. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ashablarından biri anasını sünnen sonra kelgendi. Müşrikti deydi, gavurt deydi. Kesinmi kalay jürteyim deydi. Tuthanet jürtkenet deydi. Ananı hakkım ver deydi. Gavur mudu kimdi? Karamayız ana. Joklukta, jokluknu hakkım berüde. Busurmallık, gavurluk ölçem joktu. Sen busurman bolup tursan da, gavur joğunu dinge kajav süyelgen, açıktan aythan, bukturmagan, dinge de, Peygamberga da aman aythan, ahirat joktu degen, ol barısı da jomaktı degen, hav gavurdu. Gavurluğuna şekligimiz joktu, ol sözleden sonra tobağa kaytmasa. Alay, seni borçun borçlay kaladı jokluknu tutuda. Kesini hakkını berüde seni borçun borçlay kaladı. Tolturmasan, jürütmesen,
үссең, мені сылтауым барды деп, bu başında айтылынған сөзлі барысы да жерінделі. Барысы да бұсырмалланы үслерінен айтылынады. Аллах Субханаху Тааля ол тұтығыз деп бұйырғанны тұтарча, үзмегіз дегенге қаты болурча, Аллах Субханаху Тааляны алында кесібізні бұсырман sıfatыбыз бұла. Ол қара, азап, малғуллық хукмуға тиішлі болып айланғаладан болмасча, Аллах Субханаху Тааля жүректерімізге иман салсын. Ва саллаллаху Мухаммад ва алейхи ва сахбихи ва саллям.